Ассалаумағалейкумдер. Бүгін тағы да жұмысқа шығамыз. Мен Карситидамын, Алматы қаласы. Екі аккумулятормен шықтым бүгін жұмысты. Жақсы істеймін ба деп ойлап шығып жатсам, бірақ өкінішке орай менде екінші аккумулятор, анау көп жүретін аккумулятор, толық заряд алмаған. Түсінікті қылып айту үшін шамамен бір ішінде 30% қана тоғы бар екен. Екінші аккумулятор шамамен ол көп жүрмейді, ол толып бір дегенмен 40 километрден артық жүрмейді. Шамамен бізде қор 60 километрлік қорымыз бар. Сонымен жұмыс жасап үйге қайтамыз. 981-ді көрсетіп тұр. Фотоконтроль, термокрop бәрін өткізіп қойғам. Қазір заказды қабылдап бастаймыз, құдай қаласа. Так, күтейік енді. Так, бізде сағат қазір 10-нан 26 кетіп тұр. 4-ке дейін сағат слотқа қойып қойдым. Көрейік, соған дейін батарейкам шыдай ма, шыдамай ма. Шыдап жақсы болушы еді. Шыдамаса енді қайтамыз, амал жоқ. Так, қазір 981-ді көрсетіп тұр, 5981. Шамамен бір 6020-да өліп берсе нормальный. Көрейік, қаншада өледі. Тез отырады негізі бұл аккумулятор. Заказы күтіп отырмыз әлі. Пока бір 2 минуттай болды қосқаныма. Бірінші заказын түсуі кішкене қиындау болады. Бірінші заказдан кейін уже тездес түсе бастайды ғой. Ана бірінші заказы орындап болмай жатып, екіншісі түсіп, солай болып кетеді уже. Погода бүгін керемет болып тұр, не? Күн шығып, жып-жылы. Қазір бірақ сағат 4-тен кейін мороз болып бастайды ғой. Сезонда бітуге шамалы қалып тұр. Декабрь жылы болады деп айтып жатыр. Бұны көреміз. Бірінші қар түскенше жұмыс жасаймыз енді. Содан кейін велосипедті алып қайтамыз ауылға. Көктемге дейін дем аламыз. Тағы да бүгін бізге мынандай келеді. 105 заявкаға 57 000 теңге бір апта ішінде. 29-нан 5 декабрьге дейін. Өкінішке орай бұны біз орындай алмаймыз. Бізге қызық емес сондықтан. Так, бір 5 минуттай болды заказ күтіп отырғанымызға. Пока түскен жоқ. Қазір ровно 10 минут болды мне. Заявка жоқ пока. Тұрмыз. Бір нәрсе айтайын деп едім, бізде осы өткен айда 2160 бал жинағанбыз. Бронза беріпті бізге. Мына жерде міне. Біріншісі бұне қола, одан кейін бронза, одан кейін алтын, одан кейін алмаз ба бір бәле. Жоқ, біріншісі бронза, одан кейін күміс, одан кейін алтын, одан кейін жауынау. Алмаз ба бір бәле. Ошымда алтынға жеткен кезде негізі әр уровенге жеткен кезде бір нелер функциялар ашыла бастайды. Сонысы жақсы. Мысалға алтынды алған кезде, заявка түскен кезде не қылады? Қалай, қай жерден қай жерге түсіп тұрған бұрын көрініп тұратын. Өткен айда менде алтын болған. Қазір енді көріне ме, көрінбей ме білмеймін. Сондай бір функциялар қосылып тұрады. Сол үшін неғұрлым көп очко жинау керек қой. Функциялар ашылу үшін. 10 000-ды бірнеше рет жасаған мен кезінде. Қазір енді жұмыста жүрген соң, арасында шығып жүрген соң, оның мүмкіндігі жоқ. Мен сіздерге қазір оны көрсете алмаймын. Алғашқы заявка түсті. Бірақ біз бұны алмаймыз. Бұны бетеміз ме? Бізге керек емес, жердің бір жері бармаймыз болған. Өте алыс.
очкомыз түсіп кетті. 55 еді, 51-ге бірақ кетіп қалыпты ол. Бізге қажет емес ол. 26-да қосып ем, 52-де түсті ғой жаңағы. Почти 25 минут деген кезде. Дегенмен бізге қажет емес. Алғашқы заказ наконец-то түсті. Қуанатын болдық қой қазір. Біз 3 заявка бірі қатарынан түсіпті. Көрдіңіздер ма? Мына жерде біреу, мына жерде 2 заявка. Жақын жер ме екен? Жақын екен. Кеттім онда. Общем, адреске келіп тұрмын. Мына Момышұлы рынок дейді. Базарда тұрмын. Бірақ қай несін жазбапты. Еще до двери емес екен заявка. Жолдан алып кетесің деп көрсетіп тұр ғой. Звондап көрейік енді. В общем, звондадым, мынау не дейді, Жұбанова жағында тұрмыз. 494 деген газель дейді. Барып көрейік енді. Светофордан солға ғой. В общем, алып алдым мына затымды. Мына жерде мынандай коробка екен. Келесіне осыны берсек дұрыс болушы еді деп ойлап тұрсам, Гранд паркке қарап жол тарту керек екен. Ол жерде енді көп зат алдым, не болмаса дұрыс болушы еді. Чтобы сиятын бәрі. Рюкзагым бар. Сонда да симай қалама, көбіне уже детский мирда үлкен заттарды береді тоже. Кеттім жарайды онда. Айтқанда мына коробкаға 580 теңге болады. В общем, неге келіп тұрмын, 8-ші қақпадан кіру керек бізге, детский мир. Уайым қайғымен келе жатырмын, ана іш толып тұр, сияма симай ма деген. Детский мирдан да дүниенің затын береді негізші. Ертерек мынаны басып қойған дұрыс болады. 03 қазір 3-ақ минут қалып тұр заявка алуға. Одан соң платный ожидание жүреді. Асықпай туалетке кіріп алуға болады. Платный ожиданияны айналдырып. Платный ожиданияға 500 теңге қосылады ғой. Сол сатымызды алып шығайық енді алға деп. Қазір мына Гранд парктың ішінде жүрмін. Платный ожидание айналсын деп уборныйға кіріп шықтық. Енді бір уайым болды. Сияды ма, симайды ма термокоробтың ішіне. Егер симай қалса қиын болайын деп тұр жағдай. Симаса да алайын деп тұрмын негізші. Бірдеңе қылып алып кету керек. Просто сонау жерден келген, құрғы келіп құры кеткен, ол жаман. Көрейін енді. Так, затымызды алып шықтық. Дұрыс болды. Бірінші заявкаде бізде анандай сәбидің киімдері болды. Ол анау неге рюкзакқа сиіп кетті. Оны өзімде. Мынау енді анау термокоробтың бір шетіне сиса. Сонымен дұрыс болды. Одан кейін бізге тағы бір заявка түсіп қойды қазір. Осы Гранд парктың айналасынан замлерге алып бару керек дейді. Әйтеуір дәу коробка болмаса болар. Кеттім жақсы сонда. В общем, мынау жаңа бірінші заявкадан 8 минуттай ма айналдырғам. Нені? Платный ожидание. Мынадан қазір 5-ші минут айналып отыр. Бізде екіншісі заявкамыз, одан кейінгісі, то есть 4-ші заявкамыз торговый центр Золотой дейді. Ол мына жерде. Ана сұр здание бар ғой мынау. Ақтың артындағы сол жерге бара саламыз. Оған дейін платный ожидание айнала берсін. Сол жерде не болуға да болады, жаба салуға да болады. Кеттім жарайды. Так, торговый центр Золотой дейді. Келіп тұрмын, бірінші этаж 108-ші бутик. Золотой міне. Бәлмеймін, қай жағыма сидырам қазір. Өзімнің рюкзагымда полный болып тұр. Термокоробта полный болып тұр. Мынаны қараңыздар. Татоға қарын шығып кеткенше бастым. Қазір көрейік енді. Дәу нәрсе болмаса алып шығамын. Дәу болса енді отказ болады.
Онда әшекей бұйымдар сататын дүкендер бәрі. Ойлап тұрмын енді дәу емес шығар деп. Қалтаға сыйып кететін нәрсе болса дұрыс болушы еді. Ошымда 2 пакет екен, бірдеңе қылып сыйдыру керек болып тұр термогруппа. Сонымен кеттіген таратамыз құдай қаласа. Мынаны бірдеңе қылып әрең сыйғыздым ей. Әрең сыйғызды. Датуана шайыма орын қалмай қалды ғой, астына қойып қойдым онда. Түсіп қалмаса болды әйтеуір. Кеттік онда. Қанша шығады екен енді осы 4 заявке қызық болып тұр. Ана ең крупный ана бағана дәу коробка бар ғой бірінші. Сол оңбаған 580 теңге. Болмайтын ақшаға. Кеттік онда жақсы. Мынаны қараңыздар. 3-ші этаж, 33-ші квартира деп типа жазып қойды, бірақ до двери берілмеген бұл адрес. Көрдіңіздер ме? Осында қу адамдар болады. Пидор деген. 180 теңге. Негізі до двери кішкене қымбаттау жүреді. Қазір звондасаң айтады, 3-ші этаж көтеріле салшы, өтініш, біз білмей қалдық. Ондай екенін анау мынау деп бәрін прекрасно біліп тұрады. Бірақ солай жасайды. Кеттік енді, амал жоқ. Алып бармайын десең жаман оценка қояды. Рейтингті құлатып жібереді. Сондықтан алып баруға тура келеді. Қазір келіп тұрмын адреске міне. Осы екен ғой. Не қылар екен қазір? 3-ші этажға шық деп айтам екен. Ұялмай 500 теңгеге. Еще заты ауыр. Еще бірталай жер. Көрейік қазір звондап. Тура мен айтқандай болды. 3-ші этажға көтеріле сал дейді ғой. Айттым 200 теңге қымбат жүреді дары. Көтерсең, төлесең, көтеріп берейін десем, жоқ, өзім түсе салам дейді. Қазір явно маған жаман оценка қояды. Осы әдетім үшін, осы сөзім үшін. Дайындайық затын. Ошым затын беріп шықтым, қабағынан қарылас жаңбыр жауып тұр ғой. Мен кінәлі. Типа мен соған кінәлімін. Алып барып бере салғанда қайтер еді деп. Өздері 200 теңгесіне қиналады. Кеттім жайт келесі заявке. Так, Жетісу 3-те 55-ші үй, 8-ші этаж, 45-ші квартира дейді. Осы ау деймін. 55-ші үй. Осы падес сияқты. 1-ден 72-ге дейін дейді. Кеттік онда. Рюкзагымда тұр. Сәбилердің киімдері болған. Так, затын беріп шықтық біз. Мына қызға жақсы оценка қойыншы. Негізі көп оценка қою дегенді болса бір ұната бермеймін. Мына қызға бір жақсы бір оценка қойыншы мен. Негізі оценка қою дегенді жақсы көре бермеймін. Легко найти. Со мной был вежливый. Быстро забрать и отправить. Осындай. Жақсы адам екен. Бірден алды, кодын сразу айтты. Осындай адамдар көп болса ғой шіркін. Келесі заявке кеттік біз. Келесі де Ирина Ли дейді. Жаңа детский мирден алған дүниеміз ғой. Детский питание. Пюре, мюре. В общем, сондай заттар. Рюкзакта тұр ол. Термокоробта. Кеттік онда. Әрең кірдім. Мұны воротадан. Сыртына жазып қойыпты. Жаяу жүруге де болмайды деп. Не үшін білмеймін. Осы үй қойшым. Тастап шыға балалардың тамағын. Пакеттегі. Здравствуйте. 13:57. Так, секундочку. Так, 13. 57, 28. 28. Ага, спасибо. До свидания.
В общем, затын беріп қойдық. Келесі енді замлерге барамыз, құдай қаласа. Замлер дейді. Замлер дегенді білмейтін адамдарға айтайын. Логистика компания. Ана Каспийден сатылып алынған дүниелерді облыстан облысқа таситын жер. Сондай компанияны айтады. Так, замлерге кетіп тұрсын, мынау тапсырысталды қабылдау пункті дейді. Пакеттер таныспа ағайын. Каспийден алып жүрген дүниелерің olsun. Жазу жағын көрсетпеймін. Біреудің информациясы қызық емес шығар, енді сіздерге де тапсырайық бұйырса. Қызық болып тұр, қанша шығады 4 заявкаға. Қазір көреміз бірге. Все, жіберіп қойдық, мында чегін түсіріп жіберіп қойғам. Заказын жабайық. Қанша шықты, қызық болып тұр. 4 заявкаға. Бля, 2530 теңге дейді общий. Бопты. Өте аз берді, өте аз. Мен ойлағаннан өте аз. Күтейік енді келесі заявканы. Қалай болады. Так, бонус 90 теңге беріпті жаңағыдан қалғаны 2070 теңге болыпты. В общем, маған қалтама қалып жатқаны. Өте аз. Так, бізде тағы бір заказ түсті қазір. Что-то долго түсіп отыр ғой. Ұзақ уақыттан. 1210 теңгеге. Жоғары қарай, в общем. Кеттік жарайды. В общем, затымызды алып шықтық. Жол үстінен тұрып бер жүреді. Жақсы болды. Ішке кіріп, бүйтіп отырған жоқпын. В общем, Аль-Фараби жаққа қарай кеттік енді жоғарыға. 1200 теңгеге шығартып тұр. Лицейский браттар. В общем, кетіп бара жатыр еді. Артыма қайтарып жатыр. Тағы бір заявка түскен ғой. Соған қайтып жатырмыз енді по пути. Қанша шығарып тұрған белгісіз болған. Безналичный оплата. Жапқан кезде енді көреміз. Кеп қалдым енді. Ой, жақсы болды. Келіп енді звондап алып жатыр еді. Терезеден шығарды. Бере салды, документ екен. Бір парақ қағаз файлда тұрған. Кеттік онда. Құдай қаласа. Аль-Фарабиден жоғары екен екеуі де. Так, мен бірінші адреске келіп тұрмын қазір. 54-ші квартира дейді. Мұнда табличкасы бар екен. 12-ші этаж 51 мен 55 аралығында дейді. Кеттік онда, беріп шығайық. 12-ші этаж. Так, 54-ші квартира дейді. Что-то есікті ашпай жатыр. Связі жоқ, звондайын десем. Жазғаным бармай жатыр. В общем, түсіп бара жатырмын. Звондалмайды мына жерде. Звонок вообще бармайды. Сбой сити деп тұр. Төменге түсіп не қыламыз енді? Все равно үйінде де адам жоқ сияқты. Әйтпесе есігін ашар еді ғой. Астында ана вахтерша апайға тастап кетеміз ау деймін. Охранаға ма, білмеймін, көреміз қазір. Төменге түсіп, связь бар жерге шығып алып звондау керек. Мына көрдіңіздер ма? Сбой сити 0 вообще. Қараңыздаршы мына бәлесін. Осындай адамдар нервыңа тиіп жібереді ғой. Отменить деп платный ожидание дейді. Мен ана жерде көтеріліп түсіп келе жатқан оған ешқандай қызық емес та. Оның бір 30 теңгесі қосылса жандар шығып кетеді. В общем, айтады әпшең, никогда мойындамаймын дейді. Сен мұнда келгеніңде дейді ғой.
Мен үйдемін, сен есікті қақпадың дейді. Пиздес па? Ушым айтады, сен специально, что платный ожиданиені айналдырдың дейді ғой. Мойындамаймын никак дейді. Дәлелдесең де мойындамаймын деп тұр. Мен ошым 1200 жаңа 10 теңге ма? Сондай шығып тұрмын, соны ғана төлеймін дейді. Болды дейді. Успокойся, сабыр дедім де түсіп кете салдым қатынмен. Қатын бұл байғайласып тұрған бай ерегесіп. Құдай сақтасын жаңағыдай адамдардан. Нервім шығып кетті ғой. Кеттік жарайды. Келесі адреске. Бавария дейді, Астана Моторс. Так, кетпін ма? Біріншісі негізі Hyundai Center болу керек, ар жағындағысы Бавария. По-моему, сондай. Негізі бұрын істеп кеткен мен. Осы жерде күзет болып. Істемеген жұмысым қалмапты ғой менің де. Мына жерде пост болушы еді. Қазір мына жерге ауысып кеткен. Бұдан шамамен бір 7-8 жыл бұрын. Табыстап шайық құрсана документімізді. Так, беріп шықтық іштеге. Көрек екі заявкеге қанша шықты. Қызық болып тұр. Ана 1600 теңге еді. Мынаған қанша берді екен. Мынаған 690 теңге дейді. Общий 2300. Что-то аз беріп жатыр бүгін. Өте аз. Жалпы бүгін 6 заявка орындадым. 840 теңгеге дейді, алайыншы. Дәмді донер дейді, 840 теңге. Жалпы 6 заявка орындадым. 3895 теңге. Итог, жаңа донер, короче, отмена. 3895 теңге. 3900 деңізші дейді. Қаншама нерв кетті. Кейде енді осындай болып тұрады, осындай жағдайларда. Сабыр дейміз да жүре береміз, қайтеміз енді. Бетін ғана көгеріп тұрғанын айтсайшы оны. Неге платный ожиданиені қосып тұрсың сен? Оңбаған сұмырай деп. Не бір сөздерді естідім ол. Сондағысы 400 қанша? 390 теңге ма солай қосылған. Ито мен қаншама уақытым болды. Жарты сағат. Я Алла сабыр бере көр. Келесі заявканы күтейік енді. Тағы заявка түсіп тұр бізге. Без наличный оплата. Кеттік онда. Алатын жерім, беретін жерімнен жақын болып тұр ғой. Қызық, қанша берер екен. Ошым затымызды алып шықтық, клубника Алматы деген. Тәтті сататын дүкендер екен, 930 теңге шығарыпты, нормальный. Қатты алыс емес, 930 теңгеге жақсы баға. Кетті мұнда. Так, заказды беріп қойдым, 22-ші квартира дейді, мына екен. Так, бізге тағы бір 2 заявка түсіп қойған. Соған қарай кетеміз енді. Несі мына ЖК-ның ауласы өте әдемі екен. Қараңыздаршы. Өте әдемі салынған. Аккуратно. Тап-таза. Балалар алаңы. Беседкасы. Күшті. Так, біз 2-ші және 3-ші адреске кетіп тұрмыз. 2 адрес бір жерде. Адрес мега бізде. Служебный ход. Артан кіретін жер. Бисмилля. Міне мега. Сатымызды алып шығайық, құдай қаласа. Так, посылкамызды алып шықтық. Мына магазин екен, Рейма. Міне. Детский магазин дейді. Кеттік енді тамақ алуға. Арғы мегаға барамыз.
екеуі де бір жерде ғой негізі. Мынау бірінші мега, анау екінші мега деп айтылады. Так, бізге палау коробкада деген ресторан керек. О, тұр ана жерде. Міне сол жерге барып алып шығамыз қазір тамағымызды. Кетеміз сонымен. В общем, адреске келіп тұрмын, 271-де 27-ші квартира дейді. Осы деймін. Міне. Қай этаж екен енді белгісіз. Так, жаңа домофоннан звондап жатып сұрап алдым. 9 этаж дейді, 9. Беріп шығайды енді, құдай қаласа. В общем, тағы бір осы жаңа тамақты беремін, одан кейін тағы бір заказ орындасам. В общем, батарейка соған дейін жетейін деп тұр ғой. Бағана бірінші батарейкам 31 километр ғана жүрді, болды. Екіншісі енді совсем аз жүреді. Шамамен ол да сондай. Сонымен бітеді ғой. Қазір тұра тұрыңыз, 1 секунд. 31-65. Ой, сау болыңыз. Жақсы, аман болыңыздар. бір 65 дейді. Білмеймін, пока связь нашар болып тұр. Төменге түсіп жауып көреміз енді. Так, енді жауып көрейік. Так. Болды, жабылды. Келесі енді. Коробкадағы палау. Сонымен заказ аяқталады. Жақын жер болды. Кеттік. В общем, тамағымды беріп шықтым мына жерде. 8-ші офис екен, осы. Заказды жабайық. Маған жаңа тағы бір заказ түсіп қойған. Соған кетеміз енді. Сонымен жұмысымыз аяқталады ол бүгінге. В общем, Темирязева 42, мынау неме ғой? 42-де 15 деген. Атакент қой. Атакентке кетті онда. В общем, заказға келіп тұр. Мынау Атакенттің несі, бірақ Атакент сетейіне жазылып тұр. Бірақ басқа жағы екен. Осындай офистар ғой. Каспий магазиндер бәрі негізі осы жерде. Енді бұлай болып тұр ғой. До двери бермеген тағы да. Жоқ маған қазір жолда күтіп тұрған ешкім жоқ. Маған беріп жерге затын. Придется енді звондап көру керек. Ол жерде точно айтады, кіріп ал деп. Өйткені магазиндегілер ол саған алып шығарып бермейді. В общем, жағдай сол. Звондайық енді. В общем, затын алып шығып берді. Енді звондағалы жатыр ем. Шығып бере сал, дұрыс болды. Міне біздегі адрес. Неге? Есентаяқ, в общем. Кеттік. Арандай қыздардың несі екен, боянатын косметикасы. Алып барып берейік. Сонымен заказ жабамыз. Бір нәрсе көрсету өтейін бедім. Атакенттің артынан былай қарай Аль-Фарабиға жол жоқ. Мына жерде жол бар деп көрсетіп тұр, бірақ на самом деле жол жоқ. Біз сол үшін басқа жолмен мына универдің айналасымен өтіп кетеміз. Бұлай жол жоқ. Мен бірнеше рет барғанмын осында. Жол жоқ никак. В общем, маған бұлай қарай өт деп тұр, мына заводды кесіп өт дейді. Асыл бары қарай. Бір-екі адам солай өткен ғой, содан кейін осылай картамен жол көрсетеді, осылай. Енді маған қазір заявка осы жерден түскен болса, тіке жолмен көрсетіп тұр. Негізі ондай жол жоқ. Бізге бұлай айналып бару керек, жолымыз кішкене біраз алыстау болады. Енді ақшасы қысқа жолға көрсетіп тұр, ақшасы да аздау болады негізі. Біз бірақ алыс жолмен баруға тура келеді. Заводға никак біз асылып өте алмаймыз великпен. Сондықтан сол кеттік енді, соны амал жоқ, басқа алып бару керек. В общем, мен Есентайдамын, келіп тұрмын, құдай қаласа. Қазір енді сатын берсек, тағы бір заявка түскен. Соған қарап кетеміз. Сонымен бітет бүгінгі жұмысымыз. Жоғарыға көтерілмеймін дегенім қайтейін. Жарты сағат жүгіртіп қойды ғой. Бердік әйтеуір аман есен.
заказ, келесі заказға кеттік. Құдай қаласа. В общем, осы Есентайдан тағы да түсіп тұр ғой. 4-ші этаж KFC жоғары қарай алып барып беру керек дейді. Бір шамамен Аль-Фарабиден 3-4 километр жоғары. Кеттік, сонымен батарейка да өледі, домой. Есентайдың ішін көрмеген ағайындарға. Осындай болды. Новогодний аяз атаң неше түрі бар екен, қараңдаршы. В общем, Есентайдан KFC-мізді де алып шықтық. Кеттік онда. В общем, келіп тұр ма? Осы адрес дейді. Жазып жатырмын енді, пока жауап берген жоқ. Не қылып көрейік, звондап көрейік. И сонымен қайтамыз бұйырса. В общем, заттарымыз беріп егесіне алып бара жатыр әне. Болды, заявканы жағабамыз, и қызық жері қанша болды деген. В общем, заказды қазір көрейікші. Жердің бір жерінде жүрім бар ғой. Қанша шықты, дым қызық болып тұр бар ғой. Ёп-майо, 5900 дейді. 10.000-ға да жетпек бүгін онда. Заказ өлді. Қазір көрейік, көрсетеді әліште. Қанша шыққан. Қазір обновление болып жатыр. Так. Мынау деген енді ұят нәрсе. Шамамен бір 8,5 мың ба сондай болып тұрау деймін. Шамамен сондай. В общем, обновление айналмай жатыр ғой. Қатып қалды. Шамамен бір 8,5 мың. Примерно сондай. 8 немесе 8,5 мың. Жердің бір жерінде тұрмын. Карситиға дейін бір талай жер, бір заказ болса, сонымен қайта салатын. Қараңыздар, қай жақта жүрмін. Карсити мына жерде, шамамен. Мен мына жақтамын. Бір заказ аламын да, сонымен қайтамау деймін. Мына жерден қайтып кеткен обалда болып тұр енді. Хотя бір 10 мың ұстап кеткенде дұрыс болушы еді. Күтейік кішкене. Әдемі заказ түсті. Осыны аламда қайтамау үшін 950 теңге. Болды, осымен қайтамыз. Осымен 10 мыңға таяп қалатын шығар. 10 мың болмаса да соған жақындайды. Кеттім ол. Осымен мына заказы атқа жасамасам болмайын деп тұр. Мына жоғары қарай бір талай жол екен. Қазір аккумуляторым точно жетпей қалады, қайтуға. Отказ жасай салайын. Бар мен береке. Қайттық болды. Сау болыңыздар ағайын. Шамамен бір 8,5 мың теңге просто. Зависеть етіп тұр, көрсетпей. Шамамен 8,5 мың теңге. Сау болыңыздар ағайын, сау болыңыздар. Үшін біз қайтып жатырмыз, автобустамыз. Бағана айтып, тура сондай болды ғой, 8600. Сау болыңыздар достар, аман болыңыздар.